Сәлем достар. Бүгін талқылайтын басты сұрақ, басты тақырып ол ағылшын тілін не мақсатта оқыған жөн. Бұл сұраққа келетін болсам, өздеріңіз білетіндей, соңғы 50 жылда ағылшын тілі ғылым мен жаңа технологиялар тілі және де әлемдегі ең қолданбалы халықаралық тіл болып қалыптасты. Сол себепті бұл тілді меңгеру заман талабы болып қалыптасты. Мысал ретінде, сіз ағылшын тілін білсеңіз, істеп жатқан салаңызда тиімді тәсілдер қолданып, еңбегіңіз бен уақытыңызды үнемдей аласыз. Сенбесеңіз, YouTube-ке кіріп, өз салаңызда керекті ақпарат іздеп көріңіз. Ағылшын тіліндегі ақпарат орыс тіліне қарағанда 50 есе көп болып, ең кемінде 50 есе көп болып шығады. Оның да себебі бар. Өйткені соңғы 20 жылда ғылым әлемінде немесе зерттеу саласында орыс тілінде қолұстарлық жаңалықтар жарияланған жоқ. Біз оқып жүрген ақпараттың көбісі ағылшын тілінен орыс тіліне аударылады. Сондықтан бұл жүйеде біз үшінші орында болмас үшін ағылшын тілін білсек, өзімізге керекті ақпаратты нақты уақытта, керекті уақытта оқи аламыз, көре аламыз. Бір қызығы, біз кеше қызық деп оқыған орысша ақпарат іс жүзінде ескі болып шығады. Өйткені көршілеріміз аудармаға біраз уақыт жұмсайды. Айтылған ойымды қорытындылай келсем, 20 жыл бұрын ағылшын тілін оқу көбінде тек қалталыларға қолжетімді болды. Бірақ бұл жағдай бүгінгі күнде өзгерді деп санаймын. Мысал ретінде, қазір біз смартфондарымызды күнделікті өмірде ең қажетті құрал ретінде пайдаланамыз. Сол мақсатта да біз ағылшын тілін өзімізге керек құрал ретінде ғана түсінуіміз керек. Соңғы айтылған пікіріме тағы да қосар ойым бар. Ол қанша шетел тілдерін меңгерсек те, біз шетел мәдениетіне еліктемей, адаспай, ана тіліміз қазақ тілінің орны ағылшын тіліне қарағанда сансыз биік екенін ұмытпауымыз керек. Назарларыңызға рахмет. Сәлем, Әділбек. Сәлеметсіз. Қалың қалай? Жақсы. Сұрақ жауапқа дайынсың ба? Иә. Мен қазір қазақ тілін ағылшын тіліне ауыстырамын. Барлық сұрақтарды мұқият тыңдап, толық жауап беруге тырыс. Жарайды. Келістік па? Иә. Are you ready? Yes. Adilbek, are you the tallest boy in your group? No, I'm not. You are not? But I'm talking about your group here at English House. Yes, I am. Please give me your full answer. Yes, I am tallest in my group. You are the tallest in your group. Yes. Who is the best student in your group? I think it's Nurslan. All right. Can you tell about your favorite day? It's Friday. Again? My favorite day is Friday. What do you like doing on Friday? I'm like playing video games.
What else do you do? What kind of computer games do you play? I'm playing Counter Strike. Mm-hmm. Do you play Counter Strike with your friends? I'm playing with my friends. Uh-huh. The next question. Uh, how many lessons will you have today at school? 4. Today I have 4 lessons: Kazakh language, math, geography, English. And English. And the last question is about your favorite teacher. My favorite teacher is Isentai. Is Isentai. Yes. Do you miss Isentai's lessons? No. No, No, you I- don't? Sometimes I miss my Isentai's lessons. Okay, I hope next time you will be more relaxed and we'll see. Okay, thank you again. Ардақты апалар, асыл аналар, аяулы әпке қарындастар, ажарлы бикештер, сіздерді ең көрікті 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға бақыт, денсаулық, отбасылық береке тілейміз. Әрқашанда жанымызда күндей күлімдеп, жаздай жадырап, гүлдей құлпыра беріңіздер. Your every step I make, and I